Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Бүгін сіздермен Невис актив препарат туралы сөйлесетін боламыз. Бұл қандай препарат, балаға не үшін беріледі, қандай дозировкада беру керек, және менің өзімнің жеке ойым туралы айтатын боламын. Каналға алдымен подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналда жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырыңыздар. Мені көретін адамдардың 95% маған тіркелмегендіктен сіздердің тіркелулеріңізді сұраймын каналымның дамуы үшін. Ал енді Невис актив препарат туралы сөйлесек. Бұл препарат комбинированный препарат, яғни құрамында бірнеше заттар бар. Бұл заттарды жеке-жеке атап және өзінің әсері туралы айтатын боламын инструкциясы бойынша. Бірінші ол гамма аминомай қышқылы. Гамма аминомай қышқылы ол ноотроптық зат, мидың қан айналымын жақсартады, миға дезинтоксикациялық, стимуляциялық әсер етеді және амин қышқылдарын өндіруіне көмектеседі және бұлшықеттердің қоректенуіне әсер етеді. Екінші ол гинка билоба. Гинка билоба дегеніміз ол растительный препарат, тоже растения, шөптен жасалады. Және бұл препарат тоже мидың қан айналымын жақсартады, ноотроптардың құрамына кіреді және де ісінуді басатын жаңағыдай әсері бар. Келесі ол глицин. Глицин дегеніміз ол миға тыныштандыратын, әсіресе мазасыздығы бар балаларға сол үшін беріледі. Және де мидың жұмысын жақсартатын әсері бар. Әсіресе памяти төмен балаларға тоже бұл препарат беріледі. Келесі витамин В тобы. Яғни В тобының бірнеше түрлері кіреді. В общем, В тобының витаминдері нерв жүйесін жаңадай қоректендіреді. Сондықтан В тобының витаминдері беріледі. Енді бұл ауру қай кезде қолданылады? Қолданылуы біріншісі мазасыздық, одан кейін ұйқының бұзылуы, тілдің кешігуі, яғни сөйлеудің кешігуі, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, және де бас ауру кезінде, депрессиялар кезінде, жүрек айнып жаңағыдай машинада отыра алмай жүректері айнитын балаларға да беріледі. Ақыл-ес кемістігі кезінде тағайындалады, ДЦП ауру кезінде тағайындалады, тырысу кезінде және де оқу үлгерімі төмен балаларға тағайындалады. Бұл препаратты тамаққа негізі байланысыз сіңеді, бірақ тамақтың алдында 15-20 минут бұрын ішу ұсынылады. 3-0, яғни туылған баладан бастап 1 жасқа дейінгі балаларға 3 каплядан күніне 1 реттен 3 ретке дейін беріледі. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға 5 каплядан күніне 1-2 рет беріледі. Және 3 жас пен 5 жастың ортасындағы балаларға 5 каплядан 2-3 рет беріледі. 6 жастан жоғары балаларға 5 каплядан 3-4 ретке дейін беріледі. Бұл препаратты қараңғы жерде және де 30 градустан жоғары емес жерде сақтау керек. Енді бұл препарат туралы өзімнің жеке ойым. Енді бұл практикамда өзім негізі қолданамын бұл препараттар. Негізі витамин ретінде қолданамын. Әсіресе кішкене мазасыздығы бар және күмән туғызатын гипоксиялық өзгерістері бар балаларға негізі қолданамыз. Енді бірақ дәлелді медицина бойынша, дәлелді медицина деген бізде тоже раздел бар. Ол кезде бұл дәрі өзінің эффективтілігін дәлелдемеген, яғни 100% осы дәрі сізге балаңызға көмектеседі деп өзінің жаңағыдай эффективтілігін дәлелдемеген. Сондықтан бұл препаратты барлығына оңды солды берілмейді. Тек қана бір күмән туып тұрған кезде және де балада нерв жүйесіне бір питанияның жеткіліксіздік кезінде дәрігердің тағайындауымен берілу керек. Көп жағдайларда жанама әсер туғызбайды, балаларға жақсы жағында әсер етеді. Өзім практикамда, в принципе, оң нәтижелер көрдім. Сондықтан бұл препаратты енді қолданбауды негізі дәрігер шешеді, рецептпен беріледі. Өндіретін мемлекет ол Пакистан. Пакистан мемлекеті шығарады. Осы мәлімет сіздерге
пайдалы болған болса, және де осы препарат туралы сұрақтарыңыз бар болған болса, сіздің балаңызда бұл препаратты тағайындаған болса, астына комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сіздермен болған невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.